Бүгін ата-анам менің атыма банк картасын ашып берді. Енді оның көмегімен кез келген нәрсені төлей аламын. Банк картасын банк шығарады. Онда аты жөніңіз, карта нөмірі және жарамдылық мерзімі көрсетіледі. Картаның артқы жағында 3 саннан тұратын құпия код бар. Оның көмегімен сіз интернетте саудаңызды растайсыз. Картаға ақшаны онлайн, банктегі касса арқылы немесе банкоматтардың көмегімен салуға болады. Банкомат немесе терминал арқылы қолма-қол ақша салу үшін картаны пайдаланып, пин-кодыңды енгізуің керек және ақшаны салуың қажет. Содан кейін келесі немесе оқ батырмасын басыңыз. Пин-кодыңызды ешкімге көрсетпеңіз. Пин-код картадағы ақшаны қорғау үшін қажет. Оны тек картаның иесі ғана біледі және ол 4 саннан тұрады. Пин-кодтың көмегімен банкоматтан немесе банктен картадағы ақшанызды шешіп алуыңызға немесе дүкенде сауда жасағанда төлем жасауға болады. Егер банк картасын жоғалтсаңыз, оны дереу бұғаттау керек. Бұл үшін ата-анаңыз банкке хабарласуы тиіс. Мұны дер кезінде жасамаса, басқа біреулер картаны қолдануы мүмкін. Келесі кездескенше, келесіде қаржылық сауаттылық бойынша білімімізді әрі қарай тереңдетеміз. Сау болыңыздар!